Қазақстан тәуелсіздігінің жариялануы ел тарихындағы жаңа кезеңнің басталғанын мәлімдеп, барлық саладағы, мәдениеттегі, оның ішінде балет өнеріндегі ауқымды өзгерістерге алып келді. Ең көркем қойылымдар, айтулы оқиғалар, елдегі хореография өнерінің шыңында жарқыраған атақты есімдер Қазақстан балетінің жұлдызы жанған 30 жылы. Би қазақтардың көне әрі өзіндік мәдениетінің бір бөлігі. Бірақ оның бір маңызды ерекшелігі бар. Халық биі ғасырлар бойы әлдебір ережелер мен үлгілерсіз импровизацияға сүйеніп дамыды. Өткен ғасырдың 30-шы жылдары қазақ жерінде Астанадағы музыкалық студияда тұңғыш рет балет пайда болды. Ал 1938 жылғы Великановтың Қалқаман мамыр спектаклі алғашқы ұлттық балет болды. Ондаған жыл өткен соң қазақ хореографиясы жоғары деңгейге жетіп, бүгінде Қазақстан балетінің жылнамасына Дәурен Әбіров, Зәурбек Райбаев, Рамазан Бапов, Болат Аюханов, Сара Көшербаева, Эдуард Мальбековтың және тағы басқалардың есімдері жазылған. 90-шы жылдардың басында қазақ балеті кеңес балетінің құрамынан тұрақты орын тепті. Республиканың бас музыкалық театрында кәсіби балет труппасы болды. Ал оның сахнасында классикалық мұра саналатын барлық спектакль мен кеңес классикасының үлгілері түгелге жуық көрсетілді. 21-ші ғасыр Қазақстандағы балет өнерінің дамуындағы жаңа белес. Осы уақыттан бастап сахнаға тәуелсіз заманда қалыптасқан артистер Дмитрий Сушков, Ләйла Әлпиева, Құралай Сарқытбаева, Досжан Табылды және басқалары шықты. Жаңа буын кәсіби білім алып, шетелдерде тәжірибеден өтіп, халықаралық байқауларға қатысып жүрді. Бұл кезеңде театрдың балет труппасы үшін маңызды оқиғалар болды. Репертуарға хореография өнерінің метрлері Юрий Григорович пен Борис Эйфманның спектакльдері қосылды. 2007 жылы театр репертуары Юрий Григоровичтің «Махаббат туралы аңыз» балетімен толықты. 3 жылдан кейін даңқты маэстро Абай атындағы опера және балет театрының сахнасында Прокофьевтің музыкасына қойылған атақты «Ромео мен Джульетта» спектаклін көрсету үшін Алматыға қайта оралды. Белгілі ресейлік балетмейстер Борис Эйфман мұнда 2 спектакль қойды. 2010 жылы Қызыл Жизель балетінің премьерасы өтті. Бір жылдан кейін Алматы көрермені Анна Каренина спектаклін тамашалады. Бүгінде Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театрының репертуарында 25 шақты спектакль бар. Труппа бұл қойылымдармен туған сахнасында және шет елдерде өнер көрсетіп жүр. 2019 жылы театр Францияның бірнеше қаласында және Лондондағы атақты Колизейде көрермен қошеметіне бөленді. Шетелдік өнер сүйер қауым әсіресе жаңа буынның талантты жұлдыздары Жанель Түкеева, Азамат Асқаров, Рахим Дайыров, Нельсон Пеня, Малика Елшібаева және басқаларының өнеріне тәнті болды. Театрдың бас балетмейстері Гүлжан Түткібаева. Ол театрға Мәскеу хореография академиясын бітіргеннен кейін 1982 жылы келген. Содан бері Қазақстанның халық артисі бар күш-жүгерін сүйікті ісіне жұмсап келеді. Ұлттық мұраны сақтау және дамытуды өзінің басты міндеті санайды. История, конечно, имеет большое значение для становления артиста. Когда я пришла в этот театр, я знала, что он... Әрине, артистің даму үшін тарихтың рөлі зор. Мен бұл театрға келгенде оның бұрыннан келе жатқан тарихын. Осы сахнада Галина Уланова, біздің атақты Сара Көшербаева, менің бірінші ұстазым Инесса Манская билегенін білетін едім. Әрине, бұл маған қатты әсер етті. Осы жерде тарихи оқиғалар болғанын, Қазақстандағы балет өнерінің осы жерде туғанын түсінесің. Керемет емес пе? Менің ойымша, біздің театрда тарихи рух, ұрпақтан ұрпаққа берілетін сабақтастық сақталып отыр. Исторически, в том плане передачи из поколения в поколение. Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығында маңызды оқиға болды. Балет труппасының көркемдік жетекшісі Гүлжан Түткібаева қойған Зәурбек Райбаевтың нұсқасындағы Спартак балеті сахнаға қайта оралды. Жаңа мыңжылдық келгенде Қазақстанның жаңа астанасында мәдениет саласы жылдам дами бастады.
2000 жылы Күләш Байсейітов атындағы ұлттық театр ашылды. Алматыдағы Селезнев атындағы училищенің 54-ші түлектері болған 40 шақты жас балет артисі елордалық театр труппасының негізі болды. 2013 жыл Астана опера театры жаңа да жас Астананың символы. Оның асқақ мұраты Қазақстан балетін әлем деңгейіне шығару. Алтынай Асылмұратова балет әлемінде аңызға айналған тұлға, үздік сахналарда өнер көрсеткен прима, Ресейдің халық артисі. Тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың шақыруымен 2015 жылы ол балет труппасының көркемдік жетекшісі. Бір жылдан кейін Қазақ хореография академиясының ректоры болды. Алға қойылған міндет әлем классикасындағы жауһарлардың барлығын жинау. Сахнаның ауқымы да, техникалық мүмкіндіктері де, труппаның құрамы да бұған мүмкіндік береді. Труппада Бахтияр Адамжан, Әйгерім Бекетаева, Еркін Рахматуллаев, Мәдина Баспаева, Гаухар Усина, Арман Уразов, Олжас Тарланов сынды ең күрделі партияларды орындай алатын нағыз кәсіби шеберлер болды. Сейчас наша задача. Қазір біздің міндетіміз осындай тамаша театр бар екенін, өнері өте белсенді дамып жатқан жас елорданың бар екенін, нақты осы Астана опера театрында өнер дамып жатқанын бүкіл әлемге көрсету. Сондықтан Италия сияқты балетті жақсы білетін елдерге барып, нәтижемізді көрсетуге мүмкіндік болғанына өте қуаныштымыз. Біз Генуяға француз хореографы Ролан Петидің Париж Құдай анасының соборы спектаклін апардық. Привозили спектакль французского хореографа Ролана Пети «Собор Парижской Богоматери». Сол жылы театр Аманның Маскат қаласындағы Король опера театрының сахнасында Аққу көлі балетін сәтті көрсетіп шықты. Келесі жылы ұжым осы спектакльді Испанияда қойды. Оның алдында италиялық Карло Феличи театрында Щелкунчик балетімен өнер көрсетті. Бахтияр Адамжан бүгінде халықаралық дәрежеде танымал Қазақстандағы ең жоғары сұранысқа ие артист. 2018 жылы ол Санкт-Петербургтегі беделді халықаралық фестиваль Данс Опеннің бағдарламасында өнер көрсетіп, мистер виртуозность атағын жеңіп алды. Театрдың гастрольдер жылнамасындағы тағы бір маңызды кезең ұжымның 2019 жылы Мәскеудегі Кремль сахнасында Вацлав Нижинскийге арналған Андрес Лепаның авторлық жобасына қатысуы. Мне сейчас очень радостно сказать, что Қазір әлемдегі ең үздік театрлардың бірі Нұрсұлтанда екенін қуанышпен айтып тұрмын. Алтынайдың шақыруының арқасында сол жерде Шахерезаданы қоюға мүмкіндігім болды. Труппа тамаша, оның артистері көптеген байқаулардың лауреаттары. Они лауреаты многих конкурсов. 2019 жылы халықаралық алаңдағы жетістігін бекітіп, Қазақстан мәдениетінің жетекші театры мәңгілік қалада. Рим опера театрының сахнасында Юрий Григорович қойған «Спартак» балетін көрсетті. Қазіргі уақытта театрдың репертуарында 18 қойылым бар. Тәуелсіздіктің 30 жылдығының қарсаңында балет труппасы классикалық репертуардан ерекше премьераны ұсынды. Заманауи хореограф Раймонда Ребектің Бетховен мәңгілік махаббат балеті бишілердің таңғаларлық өнерін, оркестрдің шеберлігі мен хордың айбынын біріктіріп, мінсіз театр туындысына айналған. Я от всей души хочу поздравить Казахстан. Қазақстанды мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Қазақстан әрі қарайда дамиды, мәдениетіміз дамиды. Осы елдегі игілік сезімі сақталады деген үміттемін. Что будет сохраняться вот это ощущение доброжелательности в этой стране. Сол жылдары ел астанасында тағы бір шығармашылық ұжым дүниеге келді. Астана балет театры. 2012 жылы негізі қаланған театр 4 жылдан кейін өз ордасының есігін ашты. Театр репертуарында 27 спектакль бар. Труппа құрамына кез келген би жанрын меңгерген балет сахнасының кіл шеберлері Татьяна Тен, Қазбек Ахмедияров, Фархат Буриев, Айнұр Әбілғазина, Айжан Мұқатова, Дилара Шомаева, Назерке Аймұхаметова, Дарина Қайрашева және басқа көптеген өз көрермені бар артистер жиналған.
Театр көрермен қауымды неоклассикамен таныстырды. 2017 жылы театр сахнасында Джордж Баланчиннің «Серенада» балетінің премьерасы өтті. Баланчин қорынан қойылымға рұқсат алу оңай емес. Техниканы мінсіз меңгергендігіңді көрсетіп қана неоклассик әкесінің туындысын қою құқығын алуға болады. Астана балет театры Орталық Азияда бірінші болып, бұған да қол жеткізді. Бұдан соң елорда көрерменіне Баланчиннің басқа жұмыстарын көруге және тағы бір атақты неоклассик Уильям Форсайттың қойылымдарымен танысуға мүмкіндік туды. Театрда ұлттық хореографияны сақтауға және дамытуға көп көңіл бөлінеді. Бұл міндет алғашқы қазақ бишісі Шара Жиенқұлованың оқушысы хореограф Айгүл Тәтиге жүктелген. Да, где-то привносится нео. Поэтому это такой тонкий... Кейбір жерінде нео қосылады. Бірақ ол сондай нәзік синтез. Оны ешқандай артық ауытқуларға жол бермей, еппен абайлап жасау қажет. Сонымен қатар музыка, би мен костюмдегі біздің дәстүрлі мәнді сақтауды жалғастырып, өз жолында қала білу керек. Музыке, в танце и в костюмах. Ұлы дала мұрасы бағдарламасы театрдың алғастар қойылымына айналды. Ұжым оны шетелдерге гастрольдік сапарларында үнемі көрсетеді. Оны Нью-Йорктағы Линкольн орталығы, Миландағы Нуова театры, Лондондағы Ковент Гарден, ақш бойынша турне және басқа сахналардың көрермендер тамашалады. Қазақстан балетінің ұлттық дәстүрлерін Анвара Садықова да жалғап келеді. Соңғы 3 жылда ол елордадағы Қазақ ұлттық хореография академиясында педагог және қоюшы хореограф ретінде жұмыс істеп келеді. Көптеген нөмірлердің авторы 2020 жылы ол «Желтораңғы туралы аңыз» бір актілі балетін ұсынды. Сегодня казахский танец набрал уже, скажем, такие обороты. Бүгінде қазақ биі дамып келеді. Ол өте қызықты, ерекше. Оның лексикасы, тілі көптеген қызықты тақырыптарды қамтуға мүмкіндік береді. Позволяет нам, конечно, охватить очень много интересных тем. Мастерство наших. Біздің бұрын орындаушы болған ірі ұстаз хореографтарымыздың шеберлігі және жастармен жұмыс. Міне осы бірлестік шығармашылық тәжірибе, ізденіс, ішкі шабыт толқынында жүруімізге мүмкіндік береді. Творческого эксперимента, творческих поисков и творческого, думаю, подъема внутреннего. Театр репертуарындағы авторлық спектакльдердің арасында Мукарам Авахридің жұмыстары ерекшеленеді. Олар қазақстандық және шетелдік өнерсүйер қауымның ықыласына ие болған. 2019 жылы Саламея балеті Лондондағы атақты Ковент Гарден сахнасында қойылды. Хореографтың және бір жұмысы өте әсерлі Сұлтан Бейбарыс балеті. Оның премьерасы 2020 жылы желтоқсанда өтті. Тәуелсіздіктің 30 жылдығында бұл спектакль алғаш рет Дубай операсының сахнасында көрсетілді. Сол жылы ұжым көрерменін хореограф Георгий Ковтун қойған Қозы көрпеш Баян-сұлу балетінің премьерасымен қуантты. Спектакль театр репертуарындағы ұлттық қойылымдардың бай қоржынын толықтырды. 2021 жылдан бастап театр командасына тағы бір атақты есім қосылды. Ресей мен Татарстанның еңбек сіңірген артисі Нұрлан Канетов театрдың көркемдік жетекшісі болды. Будучи еще танцовщиком, я всегда мечтал танцевать великие произведения. Биші болып жүргенімде Киллиан Баланчин сияқты авторлардың ұлы шығармаларын билеуді үнемі армандайтынмын. Бірақ сәті түспеді. Ал бұлар қазір билеп жүр. Өйткені театр әзір жас болғанымен репертуарын айтсаңшы. Қызыға да, қызғана да қарайсың. Ең әуелі бұл артистермен қатар көрерменнің де талғамын тәрбиелеу. Привить вкус не только у артистов, но и у зрителя. Тәуелсіздік дәуіріне Қазақстан хореографиясы қазақ өнеріндегі жеке дара сала ретінде аяқ басты. 3 ірі театр труппасынан басқа Қазақстанда ондаған хореографиялық ұжым мен жүздеген балет артисі, ұстаз бен балетмейстер бар. 30 жыл бойы қазақстандық балет классикалық мектептің дәстүрін баптап, әлем тәжірибесін сіңіріп, қазақ фольклорының таусылмас шабыт көзін ашты.